Астана тұрғындары қаланың ортасында орналасқан хам кафесін сотқа бермек. Арызданушылардың айтуы бойынша аталған кафенің официанттары келушілерге мал сияқты қарайды екен. Тілшіміз мән-жайды біліп қайтты. Официант шақырдым, мына тамақ жоқ, ішіп кеткен администратор шақырды деп тамақ ұстады да басыма төгіп, мен бұларды сотқа берем, бұлай қалдырмаймын. Біріншіден біздің кафенің аты айтып тұрғандай тематикасы сондай хамский. Біздің қоғамда официанттарда адам құрлы көрмейді, білесіздер. Они үшін менің төлеуім керек деп отырып алады, счет төлемей лақтырып кетеді. Несчастный 10% үшін бізде адам құрлы көрмейтін адамдар бар. Вот солар өздерін біздің орнымызда сезінсін деп арнайы ашылған кафе бұл. Ертең 13 июньнен бастап осы туралы кино шығады, хам кафе деген. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Ей, Ишакбас! Болса ана балаң әлі. Бұл кафенің адамдары сондай грубый өздері. Еще ойына келгендері істейді. Өткенде ана жолдас балам үйленгенде автопатияна келгеніміз осы жаққа. Далаға темекі шегейік деп шықсақ, официант жігіт невестамен сорысып тұр ғой енді. Ойлана өсе. Қой тастадым, содан кейін кимейтін болдық. Тематикасы сондай дейбі, білмеймін. Айгүл Дөрекеева, Светлана Наглецова, ПТК арнасы.